Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздермен 32-ші атауды талдайтын боламыз. Бірінші есеп жинағыш линзаның оптикалық күші плюс 1,5 диоптрға, ал шашыратқыш линзаның оптикалық күші минус 2 диоптрға линзалардың фокустық қашықтығын анықтаңыздар дейді. Яғни сіздер білесіздер, бізде оптикалық күш дегеніміз D дейтін әріппен белгіленеді. Оның формуласы 1 бөлінген F. F деп отырған сол жерде фокус аралы болып табылады. Яғни F-ті табатын болсақ, қарапайым түрлендіресіздер, сол кезде 1 бөлінген D болады. Бірінші случайда бізде жинағышта ол 1,5-ге тең екен. Яғни 1 бөлінген 1,5. Яғни 1,5-ді 1,5-ге бөлген кезде бізде 0,67 метр шығады екен жуықта. Плюстан бас сақтайтын жерде плюс деген қойымыз керек. Екінші случайда бізде шашыратқыш болғандықтан кейін біздің формуламыз тура дәл осындай сияқты болады. Яғни D дегеніміз 1 бөлінген F. Осыдан F деп отырғанымыз ол 1 бөлінген D. Сонда бізде 1 бөлінген минус 2. Яғни 1-ді минус 2-ге бөлетін болсақ, минус 0,5 метр болады екен. Яғни біздің фокус аралықтарымыз осыған тең екен. Екінші есепті оқиық. Екінші есебімізде балаусыз жинағыш линзадан 12,5 см қашықтықта орналасқан, оның оптикалық күші 10 диоптр, кескін линзадан қандай қашықтықта алынады және ол қандай болады? Сәулелердің салу арқылы кескін алыңдар. Яғни бұны қарапайым сызғышпен сызу керек. Бізде дұрыс бейне шықпауы мүмкін, но бірақ біз қазір бейнені салып көрсетеміз. Сол үшін бірінші біз нені табуымыз керек? Яғни фокус аралығын табуымыз керек. Бізде жаңа айттық. D дегеніміз 1 бөлінген F дедік. Бізде D берілген оптикалық күш, ол бізде неге тең екен? Осыдан біз F-ті өрнектейік. F дегеніміз сонда бізде 1 бөлінген D, ол 1 бөлінген 10, яғни 0,1 метр немесе 10 сантиметр екен. Яғни біз бейнемізді салайық. Яғни қарамен салсақ, салдық. Бізде білесіздер, есептің шартын бойынша жинағыш деп тұр, яғни жинағыш бізде осылай болатын білесіздер. Фокус аралығымыз, міне, екеуінің аралықтар бірдей болу керек. Мына жағымызда 10 сантиметрге тең болу керек. Мына жақта F-імізді 10 сантиметрге тең болу керек. Сол жақын аралығында 12,5 дейтін жерде бір бейне орналасқан екен. Сол жарық түсіреді. Сол жарық түсірген кезде линзадан қандай бейне пайда болады? Бірінші бейнеміз түскен кезде фокус арқылы өту керек. Яғни фокус арқылы өтті дейік. Екінші бейнеміз бізде ол O дейтін нүктесі арқылы өтеді, яғни осьтің ортасынан өтеді. Осьтің ортасынан өтті. Яғни бізде дұрыс бейне шықпауы мүмкін. Ровно өлшегендей айып етпейсіздер. Ол үшін екеуі kesіскен нүктесі, міне осы жер нүктесі kesіскен нүктесінде бейнесі пайда болады. Яғни бейнесі бізде міне ол бізде егер екі нүктенің стрелкалар кездесетін болса, жарықтардың кездесетін болса, ол бізде шын деп аталады. Егер проекциялар, яғни көлеңкелері кездесетін болса, ол бізде жалған деп аталады. Сол үшін бұл бізде шын болады, төңкерілген болады және аған қарағанда үлкейтілген болады. Ал есептеу жағын жүргізетін болсаңыздар, сызғышпен дұрыстап өлшейсіздер, сол кезде бізде 0,5 метр шығу керек жауабында. Келесі есебіміз, үшінші есебіміз. Қажетті салуларды жасап, жарқырайтын S нүктесінен шашыратқыш линзадан кескіннің орнын табыңдар. Мұндағы F линзаның фокустық қашықтығы. Яғни бізде мына S дейтін жарқырайтын нүкте берілген. Сол нүктеден бізде тарайды жарық. Сіздер білесіздер, шашыратқыш линзада бізде кескін түскен кезде ол автоматически шашырайды, төбеге қарай кетіп қалады. Ал екінші жарқырауымыз ол O нүктесінен арқылы өтеді. Яғни біз айттық жаңа, екі стрелка бір-бірін кездессе, ол шын болады. Егер кездеспесе, онда ол жалған болады екен. Яғни бірінші бізде жалған екен. Екіншісі, енді осының бейнесін салайық. Бейнесін салу үшін проекциясын түсіреміз, ол фокус арқылы өтеді. Осы жердегі пайда болған нүктесі, қиылысу нүктесінде бейне пайда болады. Ол бейнеге қарайтын болсаңыз, мына бейнеге қарағанда кішірейтілген және тура болады. Өйткені стрелкасы жоғары қарап тұр. Осымен есеп жауабымыз аяқталды. Сау болыңыздар.